жалған күлкі, жүздерінде жалған толы, сөздерінде сыр бар түрлі, іштерінде өздерін алдап, тағы өзгені арбап, жалған махаббат. Сөзімдері жалған достық, сенімдері көбінің жылтырақ, көздегені бәрі жай ғана көрініс бояма. Вот, смотри. Тоқташ. Сәл артқа қойшы. Ема. Короче, что там? Пипец. Короче, камераны сындырып тастаған. Ой. Короче, все понятно. Бұлар изначально бір жайлы бәрін білген. Мен анау аниматор болып ойнап жүрген қыздардың ішінде осы қыздардың біреу болған. Ол точно Алтынай. Менің костюмім бар емес па, мына прослушка жачокты жабыстырып кеткенде сол қыз. И сөйтіп бұлар біздің адресімізді, жалпы ақшамыз қайда тұрғанын бәрін білген. Сөйтіп аты уже тонаған. Ладно, прослушка. Ну блин, как они могли узнать про счета на нашей карте? Получается, оларында бір хакер адамдар болып тұр ғой. А ты помнишь, Бота? Сенің бір онлайн экскурсияңа, то есть сабағың бар емес па? Бір кішкентай қыз қатысып еді деп бірнәрсе айтып едің ғой. Точно. Вот тентек. Оның аты, кажется, Камила. Сол командадағы тағы бір сұмырай қыз. Получается, ол мен экскурсияма кіріп, 200 евро аударды. Там счеттағы IP адресті біліп алды да, смело офисқа кіріп, флешка ноутбукқа тықты да, счеттағы бүкіл ақшаны снимать ете салды. Кана, сенің ана мопедіңді ұрлап кеткен қыздың аты кім? Қателеспесем, Софа ғой деймін. Да, Софа. Вот сол қыз командадағы тағы бір ұрлықшы қыз. Ой, ол көшірмен нағыз несі ғой, маманы ғой. Там любой зат, любой киім, любой адамды там көшірет, копиясын жасайды. Знаете, оны жасаған заттардың оригиналын копиядан айыру мүмкін емес. Нағыз маман, өте пысық, өте ақылды қыз. Знаете, сколько у них денег? Ну и сколько? Бұлар шын ақшамен монополия ойнайтын қыздар. Үстілерінде үлкен команда тұр. Ақша десе просто өлетін адамдар. Чтобы вы понимали, Алтынай деген қыз, ол машинада да, дүкенде де, кедейдің үйінде де, байдың үйінде де, арбатта да, кафеде де, просто везде. Бар тіршілігі сол ұрлық қана. Ақша ғана емес, ол кошелек, там, телефон, киім, шаш, флешки, даже адам. Аға, Не болды? аға, пожалуйста, мен дауға шарп ұстаңызшы. Қармасын қоя тұршы. Не, бек. Ағай, тұрыңыз ұрлы екен сіздің. Пожалуйста, ағай, жүріңізші. Қазір тұра тұршы, мен соңсы звондайды. Не болды бұл? Однокласниктар мен артынан аңдып жүр. Солардан қорқып тұрмын, ұрып кетейін ма деп. Пожалуйста, ағай. Сенің одноклассниктар ма? Иә, бәрі менімен жасты балалар ғой. Саған қайда болдың? Осы кафенің артындағы дворда тұрам. Жая барсақ примерно 3-4 минут. Әй, жұмысым қалай болды екен? Әй, жүрші. Жүр ағым, үйіңе дейін шығапсың.
анам мұғалім, қойшы, қай мектепте боласың? 162 мектеп гимназияда оқимын. Енді неге кім ағаңа әпкең айтпайсың ұрып жатыр деп дегендей? Үйдің жалғыз қызымын просто. Апайың айтпайсың ба? Просто мен оқитын мектеп элитный мектеп та. Ата-анам ұзақ күтті, көп ақша құйды дегенде ғой. Ал мен ата-анама барып, мен бұл жерде рад, басқа мектепке ауыстырыңызшы десем, обидно ғой. Сол үшін ешкімге айтпаймын. Айтпақшы бар ғой, сіз де ешкімге айтпаңыз. Нені? Сізді ұрғаным. А? Вот такая она, жестокая и жадная. Бұрында сондай еді. Оказывается, әлі сондай екен ғой, ё-моё. Тұра, сен бұлардың бәрін қайдан танисың? Бұрында жұмыс істегем бірге. Но это не важно. Сейчас нам важно вернуть наши деньги. Бота, анау Камила дегенші? Камила ма? Мен сияқты хакер. Бүкіл өмір сандар, кодтар. Любой сайт взломать ете салады. Любое приложение, любая программа для нее это 10 минут. Максимум час қой. Ол өтіріктен адамдарға банктың атынан жазады да. Счеттағы бүкіл ақшаны сымат ете салады. Кибермошенничествоның қазір 1000 түрі бар. Ата-анасы там Америкада тұрады. Біреу профессор, біреу Гуглда, еще әпкесі Кореяда тұрады. Короче, непростые люди. Это факт. По идее, бізде просто адамдар емеспіз ғой? Конечно. Ұрлап етіп любой адам ақша таба алады ғой. Ал вот еңбекпен табатындар, вот они красавчики. Кана, кім ол? Ешкім? Кім дейм, айтсайшы? Ой, короче, анау біздің мектептің старшактары ғой. Біз сендерді крышевать етеміз дейма бірдеңе дейді. Қайта звондап. И вот, егер де бизнестерінен түскен ақшаның 50%-ын бізге бермесеңдер, біз сендерді угрожать етеміз дейді. Пипец. Сен сонда оларға ақша беріп жүрсің ба? Жоқ, бермедім ешқандай ақша. Қайта звондап жатыр ғой, кредит құсап, блин. Ал сен көректі не айтады екен? Ну, алсайшы, сөйлесейші, айтсайшы жағдайды. Алло? Тышқан нахуй, сен де бізден тығылып жүрсің бе? Старшактарға тасып уақытадың сен пиздес жасың нахуй, или не? Пиндоуда болсың ба сен? Жоқ. Көтің боқ нахуй, пиндоуда болмаса немен біз сен 2 апта күтіп жүрміз еу. Ақша қайда каны? Короче, бүгін кешке сағат 5-те ақшаңды құшақтап мектептің атына кел. А то ана таспен басыңды жамыз сен. Түсіндің бе? Түсіндім, братан. Хорошо. Вот, короче. Бұларға беретін ақшамыз да жоқ қой біздің. Ақшамыз болса да бермейтін еді ше бұларға. Не істейміз? Төбелесеміз ба? Төбелесек, достарымыз жинайық, тартық та жан-жақтан. Как раз алдында PlayStation ашқан жігіттер бар еді ғой. Вот соларды шақырайық. Әйтпесе, қорқып тұрмын мен мыналардан кішкене. Проблеманың үстіне проблема көтті. Қыздар, онда вы пока подумайте, хорошо? Осы қыздар не істейтінімізді. Біз барып шешіп келуге. Хорошо, барып қайтыңдар. Ага, давайте. Давай, удачи. Абайлап жүріңдер. Блин, не істесек болады? Чё там, қандай идея бар сенде? Бағанадан бері айтқан нәрселерін жаздыңдар ма, балалар? Сонымен симметрия дегеніміз не екен? Кім айтады? Тұра қоя Аслан. Симметрия дегеніміз ол кез келген фигураны алып екіге бөліп бір-біріне қоссаң симметрия шығады. Мысалы, біздің қолымызды бір-біріне қоссаң симметрия шығады. Біздің дәптерімізде симметричный, е? Отыра қой. Ал орталық симметрия дегеніміз не екен? Дари. Тұр орнынан.
ойбай, мынау маған түштеп қояды ғой. Шеш мына наушникті. Тұр орнынан. Сабаққа жауап бер. Не керек саған? Сен деме, сіз деп сөйле. Мен сенің ұстазыңмын. Мұғаліммін мен. Орныңды біл. Мұғалім деген сіз ба? Уайымдамаңыз. Бүгіннен бастап мұғалім емессіз. Жұмыстан шығарып жіберем сізді, надо будет. Біріншіден, оқушыға әсіресе маған айғайлайтын, затымды сындыратын, кітап оқып отырғанда жанымда маса құсап дызылдап жүретін адамды мен мұғалім деп айта алмаймын. Даже адам деп айта алмаймын. Тағы не айтасың? Шынар, телефон сюда. Зачем? Бош, Шынар, уақыт жоқ. Маған әкел телефонды. Мынау балаға қол көтеру. Минимум 100 000 просмотр. Алматы облысында оқушыны ұрған мұғалім жұмыстан қуылды. Енді ол бұл әрекет үшін сотта жауап береді. Теперь тебе придется искать новую работу, Гүлнафис. Охо, кел, жеги. В общем, әңгіме былай жігіттер. Біздің жаңадан ашқан кішігірім бизнесіміз бар ғой. Вот содан түскен ақшаның 50%-ын біздің мектептің старшактары бізге беріп тұрасыңдар дейді. Ал біз ол ақшаны бермейміз дейміз. Дұрысына, бермеймдер ол шактар ақшаны. Вот именно. Соны қазір барып айтам. Ақша бермеймін деп айтам. Если что, төбелес шығып жатса, мә, пожалуйста, жігіттер, дайын тұрасыңдар ғой, я? Барса сен кеп тұрғыш. Ой, бля. Жігіттер, барлығымыз бірге барайық та? жиги, жүрдіріш. Ақша құшақтап кел деп едім ғой мен саған, Кана. Сен кімді құшақтап келгенсің? Братан, ренжіме. Біз еңбектен тапқан ақшаны саған просто так бере салмаймыз. Қайдағы просто таги? А? Братишка? Айттық қой сендерге нақ. Сінде де крышаут етеміз деп айттық па? А? Ебать, түсінбедің? Ана артыңдағылардың бәрі бізді крышаут етіп үшін келді ма? Или ұру үшін келді ма? Мысықтарын ақ. Сендермен жай айтқан сөз түсінбейсіңдер ма не, а? Короче, Кана, мына қасындағы шыбын-шіркейдің бәрін жинада жоқ болып өтіңдер нақ. Бізге керегі жіктер нақ. Ақша ғана. Хорошо? Қайдан, Кана? Бауырым, проще жеш мақым. Да, ну нахуй.
все красиво. Тигры со мной, братик, пропусти. А им хороший на поле пива. Мы вас не знаем, не фантазируем. Я бы мог долго тарахтеть, но буду катать мне еще и барс в черных тимбах. Наш не уйдет от нас, я соски в этой суке. Сколько мы тут промутили. Салам алейкум, салам алейкум.